Қадірмен достар, тағы да керемет қонақтарды шақырғымыз келіп отыр. Осы сахнаға бұл екі жан жай ғана өнерпаз емес, жай ғана шоу-бизнес өкілдері емес, бұл екеуі қазіргі таңда керемет жұп десек те болады. Бірі танымал әнші болса, екіншісі танымал блогер. Ендеше құрметті достар, қарсы алыңыздар, сахнада Әділ және Аи. Әділ және Аи. Құдай. Қош келдіңіздер. Кәне. Мәссаған, міне қол ұстасып, тіпті мұна стилді қарасай, бір-біріне түспе-түс, пацет. Old money дейді стиль. Old money? Ескі ақша ма сонда? Жоқ. Сондай стиль ғой, типа. Сондай стиль, иә, жалпы old money деген. Біздікі әжейін old. Әжейін old. Ендеше құрметті Аи, мінекей. Иә, бізде шағын ғана сізге сыйлығымыз бар. Вот, міне қызықтар шараласынан. Қош келдіңіз. Күшті. Әділ, ренжіме, саған сыйлық жоқ енді. Маған сыйлық керек емес, мен сыйлығым қасында. Сенбеңіздер, жаңа ғана біз бердік осы сөзді. Өз айтқан жоқ. Қошаметтеріңіз, Әділ және Әйгерім. Жасыл Әділ және Әйгерім бүгін бізде студияда. Аи! Рахмет көп. Әлі Аисың ба? Жа Әйгерім дей беруге болмай ма? Аи бол берсін. Әйгерім просто көп та алдын айттым уже. Әйгерім деген ұзақ. Жоқ, одан бөлек Әйгерім дегенде 4 қыз бүйтіп қарайды да. Сол үшін Аи дегенде мен ғана қараймын. Керемет лайфхак, құрметті достар. Әділді де қысқарт жүрмейсің ба атын онда? Қысқарт тұр ғой да керек. Негізі шын есім ұзын ғой негізі. Қандай негізі? Әділбек есім. Әділбек. Үш ағарып қысқарттың ба сонда? Иә, сол. Ат дейсамадың ба? Ат дейсамадың ба? Ат пен Аи. Ади деп. Немесе Ади десе болады ғой. Ади және Аи. Мәні. Күшті ғой? Керемет шығармашылық бағытында жүрген керемет жұп. Сонымен шығармашылықта бір нәрсе өзгерді ма үйленгеннен кейін? Қалай? Негізі бәрі солай. Ол өз тірлігін жасап жатыр, мен өз тірлігін жасап жатырмын мысалы. Екеуің бірге тұрасыңдар ма жалпы? Бірге тұрамыз, иә. Араласасыңдар ма негізі жалпы? Әркім өз тірлігін істеп жатыр. Сонымен жалпы үйлеріңізде кім, кто главный дома? Олайша айтқанда. Главное, решает она дейсіз. Міне, дұрыс. Осы қазір үйсіп мойындап тастаған дұрыс. Ертең айттың ғой кезінде дейтінше. Советоваться етеміз біздер бір-бірімізбен. Любой бір нені таңдау жасағанда. Барлығын кеңесесің ба сонда? Жоқ, барлығы емес енді. Өз жұмыстарымды өзім шеше беремін. Мысалы сен ән жазған кезде өзің әніңді тыңдатасың ба? Обязательно. Бірінші тыңдатамын ғой ше. Аха, госпожа деген әнді бірінші тыңдаттың ба? Иә. Осы кісіге арналды ғой десе. Оның бөлек историясы бар. Аха. Госпожаның. Так, айт бер. Госпожа деген неттік. Біздер Айка екеуміз андай бір момент болды, ұрысып қаламыз қатты. Сосын мен кетем. Үйден кетіп қалам, в общем. Аха. Алишер екеуміз жүрміз ғой. В общем, ресторанда отырк. И мен Алишерге айтамын, что-то скучно отыр да маған. Мен ұзақ отыра алмаймын андай ресторандарда, бір тамақ ішіп аламын да. И сразу айтамын оған, машинаның кілтін берші, машинаға отырайыншы деймін ғой. И сонда любой рандомный бит қосамын ғой, осы. И как раз сол госпожаның биті болады. Сөйтіп сразу на ходу шығады. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Я говорю ей больно, хватит, ну довольно. Причинять мне боли, сыпать рану соли. Деп шығады ғой сөйтіп, и все. Бірден кетті ма сонда? Сосын Алишерді 1 сағат күтемін ғой машинада. Шықпайды ғой рестораннан. Қай Алишер? Қонысбаев па? Сосын шығады да, в общем, оған тыңдатам. Вообще негізі ол бірінші тыңдады. Сосын Айгерімге тыңдаттым. Негізі сол хит дейді маған. Көреміз енді, Айкаға тыңдатайын енді.
более душадан шыққан өлең ғой негізі. Аха. Более жизненный ше. Өмірден пайда болған, яғни сезімнен, сол сәттегі қатынастарыңыздан пайда болған, иә? негізі андай енді үйленгендерде ұрыс көп болады ғой, енді бір-бірін түсіне алмай, бір-бірімен тұра алмай, басында сондай болады, содан өту керек екен, оказывается, сондай волнадан. И бізде өтіп келе жатқанбыз, біз ұрыстық, қатты керісіп қалдық. И кеше ойлап жатырмық та, не үшін ұрыстық, есімізде жоқ, вообще не үшін ұрысқанымыз. Ең соңында қатты ұрысқаннан екі жаққа кетіп қалдық, мен үйде қалдым, ол кетіп қалды. Сосын келді да маған өлеңді тыңдатты, біз табысқан жоқпыз, ол өлең тыңдатып отыр, мен бүйтіп қырсығып тұрмын, сосын өлең тыңдап жылап жібердім. Гүл алып келдің осы ана үшін. Құдай. Өлеңді жылап жібердім. Мәссаға. Мына қолында телефон деші былай түсіріп жатыр оның барлығын. Жоқ, түсірген жоқпын. Оны түсірген жоқпын. Тыңдап жатырмын, настроением жоқ, бүйтіп тұрмын, жылап жібердім. Міне видеосын көресіңдер ма депші. Яғни ән шығару үшін ұрысып қалу керек па сонда сендерге? Негізі не обязательно. Сосын ана өлең историясы бар, саған сезім бөлек дейтін. Сол өлеңді Оралда жүрмін тоже. Айка Алматыда ол кезде. Ақша вообще жоқ қой уже менде қазір, баратын Алматыға, там туда-сюда қыдыртуға. Ол кезде әлі үйленбегенсіңдер. Иә. Сонда отырмын студияда. Әйгерімге звондаймын. Былай болып отыр деймін ғой, короче. Айтам оған. В общем, маған поддержка, үлкен поддержка береді. Сөйтіп студияда отырмын. Шүкір етем деп басталды. Бүгін сенің барына деп шығады ғой сөйтіп. Негізі сезім бөлек бірінші қазақша өлеңі ғой. Дуэті орысша жазатын сен. Орысша сөйлейтін, қазір қазақша сөйлейді. Айтып жүрсек болады. Саған сезім бөлек, сенің күлкін ғарыштай, сенсіз қара түнек, жалғызсырып қалғандайым, түпсіз терең армандарға қиялдайым, маған сенсең сезімімді алдамаймын. Мәне. Яғни қазіргі таңда Айка сенің музаң ғой, шабыттандыратын жан, иә? Ал сіз ше, Әйгерім, жалпы сіздің влогтарыңызға шабыт бере ма, Әділ? Бір рет ұрысып қалғанбыз, сөйтіп ойланып отырып сторис түсіріп жібердім. Интрига жасап. Әдетте 15 секундтық түсіретінен бұл жолы 30 секунд түсіріп тастадым. Шабыт келіп деп. Мәшінеге отырып едім. Мәшінеге отырдым. Рандом бір ән қоса салдым да. Сторис түсіре салдым. Ночной муд деп. Ночной муд деп. Жолда келе жатыр ма? Жоқ, бізде бұрында біздер бәріміз бірге тұрдық та, и бір-біріміз түсіретініміз контент андай жетпей жатса, қасымдағы достарымды, Дилёкті, Ахонды солай түсірем ғой. Қазір болса ешкім жоқ та, и только Адил сөйтіп заставляет сем, ол түспейді еще. Пожалуйста, түсіп жіберші, бүйтіп жіберші, мына жерін сөйтіп жіберші. Мен сторисім наоборот азайып отыр, менде түспейді. Иә, байқадық, кішкене былай белсенділік төмендеп кетті сәл-пәл, иә? Әйтеуір қысып жүрген жоқ па, Әділ? Түсірме. Жоқ, ондай жоқ, просто менсіз өзін түсіре берші. Любой нәрсені түсіре бер, бірақ менсіз түсірші дейді. Ол просто 7 дубль түсіреді бар ғой, 8 дубль түсіреді. Мен 1 дубльна түсем де болды деймін. Уже желание жоқ менде дальше түсетін. 1 түсем де болды, жетеді маған. Ну, вообще негізі запрещать етпейді, андай түсіре бер, любой нәрсені түсіре бер дейді. Тиым салмайды, иә? Тиым салмайды. Өзі қарап күліп отырады. Жарайды, жалпы екеуің енді үй болғаннан кейін ондай болып тұрады, ұрысып тұрады екенсіңдер. Кейде бір керісіп қалған кезде Әділ барып шабыттанып, толқып ән шығарады екен. Ол моментте сен не істейсің? И жинастырып кетемін. Бүкілі сондай Оған дейін сияқты. шашылап жата ма? Ұрысып қалған кездерде ашуланып тұрып. Андай дуэті ерініп жатасың да, қазір жинаймын, мен жинаймын деп жатасың. Андай кішкене ренжіп қалсаң, не істерін білмей тыпырлап андай жинап дұрыстап қойып жатасың бүкіл нәрсені. Бүкіл әйелдер сондай негізі. Ол негізі шындық негізінде. Иә? Егер құрметті жігіттер, егер үйлеріңізде азанда тұрып қалсаңыздар, әйелдеріңіз патырлатып үй жинап жатса, значит, что-то не то. Иә, ренжіп қалды. Резко флешбектерді жіберіңдер. Не болды? Не істеп қойдың? Әділ сияқты ән шығарамаймыз біз. Ал екеуің отау құрғаннан кейін фанаттар азайған жоқ па? Жоқ, фанаттар азайған жоқ, наоборот, аккаунттар ашылды, неше түрлі.
біз еще басында скрывать еткенбіз ғой жүріп жүргенімізді Жасырып жүрдің. дейді. жасырып жүрдік иә сосын бір адам түсіріп алды білмеймін кім екен бір жас бала бізді аэропортта түсіріп алды да и салып жіберді сөйтіп шығып кетті содан кейін призналась иә жүреміз деп Ал мына үйленгенге дейін қанша уақыт бірге болдыңыздар? дейін біз ұзақ жүрген жоқпыз где-то бірінші күні предложение жасаған кезінде жүрейік деп ораза айында екінші күні уже мамамен танысты Яғни бірінші күні бұл бірге болайық, жұп болайық деп ұсынысын білдірді. Иә. Екінші күні бірден барып мамасымен таныстың ба сонда? сразу танысты Мұнау не деген өз-өзіне сенімділік? Әлде бірінші күні жоқ деді ма? Сөйтіп мамасын көндірейін дедің ба? Мамасы арқылы. Жо, я деді ғой сразу. Сосын мамасына барамыз. Мамаға келіп сөйтіп айтам, сіздің қызыңызды алайын. үйленемін дейді сразу Бірден екінші күні ма? иә Сен бұған дейін вообще қызбен жүріп көргенсің ба? Сосын? Сөйтіп, мама добро берді. Негізі Шымкентте таныстық. Біздер как раз Раймен гастролировать еттік, соның Раймен туры болды. Сонда Айканы көрем. Райм екеуміз кіріп баратырық неге гостиницаға. Олар Анель екеуі тамақ ішіп жатыр. Анель ол подружкасы, да? Иә, подружкасы. И мен Райымға айтам, басқа жерге отырайықшы, мен ол таниды ғой енді олардың бәрін. А мен танымаймын. Мен айтам оған, кеттік басқа жерде тамақ ішіп алайық деп. Өзіміз бөлегі отырып хотя бы. Потому что мен андай қысылам кішкене андай. Адам көп жерде тамақ жамайсың. Жоқ, ол жақта ай отыр ғой. Батырлатып тамақ жей алмай тұрды алдында бұл әдейі бір джентльмен болып жеу керек қой. Это мясо 1954. Сөйтіп жеу керек қой, әдемі. Сөйтіп, в общем, Райым алады да просто қастарына отырып алады ғой. Сосын отырам, Анель сұрайды, өлең жазасың ба деп заказға. Сосын арасында жазамын деймін, туда-сюда. Айка да айтады, сұрайды. Сөйтіп, в общем, танысамыз, и кешкісін концерт болады. За кулисы тұрып біздер, и Айка маған жақындайды, там, өлең жазып берші деп маған. И андай Шректағы мысықтар болады ғой, андай бүйтіп көзімен қарайды ғой маған. Өлең жазып берші деп па? Сол кезде... Қалай? Камераға қалай? Шректегі мысықтары. Сөйтіп, ұнатып қалам ғой сол кезде. Сол 2 жұма звондап тұрамын саған. Постоянно телефонмен сөйлесіп тұрамыз. 2 жұмадан кейін, в общем, уже мен Оралға барып келем уже, кері келем где-то Алматыға. Сөйтіп, Алматыда кездесеміз. Мен айтам, кездесейік деймін. Ол постоянно подружкасын алып шығады, постоянно. Жалғыз шықпайды. Жоқ, подружка дейтін ол подстраховка ғой ол. Бір нәрсе ұнамай жатса, подружкасыға кеттік, бізге бару керек, шақырып жатыр деп алып кететін адам ғой. Сөйтіп, шығамыз да гулять етеміз, и тағы бір подружкасы келеді. В общем, 3 подружкасы болады, жалғыз мен жүрем. Алып кете алмай жатыр ма? Бір подружкасы умный, алып кетеді екінші подружкасын. И біз екеуміз жүрік. Мен Айкаға айтам, я говорю, сен маған ұнайсың деймін. Маған сенің популярностың керек емес, это для меня не важно. Просто я хочу с тобой поделить все свои счастливые моменты в моей жизни дедім де оған. Сөйтіп айттым. И сөйтіп құшақтап алам ғой. Ол бүйтіп тұр. Сөйтіп тұр ғой. Қозғалмай ма? А мен бүйтіп құшағыма басып нетіп отырмын. Бір кезде жіберем, бүйтіп қарайды. Мен ұнататын білмеймін просто. Мен досым андай, қалайсың деп сөйтіп жүргем ғой, ол братан, братишка, анау мынау деп жүргем ғой. Ұнататын қайдан білейін? Сосын, в общем, мен уже қоштасамыз, ол кетеді. И мен үйге дейін баратқанда жаңбыр құяды ғой қатты сол кезде. И не бар ғой андай, жаңбыр жауған кезде дұға қабыл болады дейді ғой. Мен сыртта тұрым, жаурап, екі алақанын жайып, Алладан сұраймын ғой мен сол кезде. Егер менің адамым болса, мені сол адаммен қосшы деп сұраймын. И 10 минут тұрам да сыртта. Сөйтіп ішке кіріп кетем. Үйде отырым. 10 минуттан кейін маған жазады, дос болып қалайық дейді ғой маған. Қыздардың ең популярный отмазкасы ғой. Дос болып қалайықшы. Ты достоин лучшего деген болмады ма? Пешін, боковой болсын. Скачковый, боковой болады, пешін. Сосын өмірімде грусть болып кетті ғой. Балдар PlayStation ойнап жатыр, мені комнатаға бүйтіп кіріп жатыр. Еще далада жаңбыр жауып отыр. Жаңбыр жауып жатыр, Кино болып жатыр ғой.
сосын мен түсіндім то что ладно мен адам емес сияқты походу деп грустить етіп жүрмін 4 күн ба 3 күн ба 3-ші күні түнде звондайсың ғой сен маған иә қалайсың деп то есть не істеп жатсың деп сосын содан жүріп кеттік біз мәссаған. тамаша күшті Керемет махаббат хикаясы. Иә. Мінекей, достар, өз-өзіңе сенімділік керек. Егер сенің адамың болса, ол айлап, жылдап жүрудің қажеті жоқ. Бірінші күні ұсыныс жасадың, екінші күні барып ата-анасымен таныса беруге болады екен. Мінекей, отбасыларыңызда басты адам кім дедіңіз? Аха. мен деді сен типа сен за меня решил все что мен Міне, главный деп мінекей Айка айтты. Шешімді Айка қабылдады.